Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен пай-пайдың ең оңай жолын жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге картошка керек болады. Жақсылап теркадан өткіземіз, болмаса пышақпен кесіп алсаңыздар да болады. Енді осылай сүзгіге салып аламыз және кранға ағызып алсақ болады. Болмаса кәдімгідей жуу керек. 4-5 қайтара жуып алсаңыздар. Маған тиімдісі осылай кранға қойып ағызып алған болды. Енді бұны біздер суынан сорғытыратын боламыз. Дәл осылай қағазға қойып қоямыз. Бір 10-15 минут тұрса жеткілікті болады. Содан кейін кәдімгідей бауырсақ қуырған сияқты қуырамыз. Сол уақытта бір-біріне жабыспай, барлық пай-пайымыз өте күшті болып шығады. Сәл қызарған уақытта ала берсеңіздер болады. Кез келген салатқа осылай жасай бересіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, біздің магазинімізге жазылуды ұмытпаңыздар. Instagram Нурин Уральск, парный және де мужской киімдердің төмен бағада, качествосы керемет, люкс качествода сатып жатырмыз. Сонымен қатар дәл қазіргі уақытта конкурс өткізіліп жатыр. Қатысып, сертификат ұтып алсаңыздар болады.